Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛТР каналынын Кутман таң берүүсүнүн түз эфирдеги шаршемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуп жатасыздар. Эсиңиздерге сала кетели. Азыр болсо мынакей менин колумда жаздын алгачкы күндөрүндө жакшы бир саамалык менен бөлүшөлү деп турабыз. Жүрөгүм деген китептин кыргыз тилинде которулгандыгы бүгүн сиздерге ачылыш аземи бүгүн өтөт. Белгилей кетсек, мына ушул китептин авторлору бүгүн биздин студияда конокто. Баягы элибизде атын атаса куту сүйүнөт деп айтылат эмеспи? Андыктан белгилей кетели. Казак элинин таланттуу акын кызы, Казакстан жазуучулар союзу менен Евразия жазуучулар союзунун мүчөсү, филология илимдеринин кандидаты, мамлекеттик стипендиянын эл аралык чабыт чыгармачыл жаштар фестивалынын гран-при жана Тараншы атындагы сыйлыктардын ээси, Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги, Түрксойдун Молла Пенах Вагиф атындагы сыйлыгынын ээси Маржан Эршу биздин студияда конокто. Баракелде, мына ушундай кадырлуу сыйлыктар көп экен. Ал эми биздин жөнөкөй эле драматург котормочу акын эжекебиз, Алтынай Темирова эжекебиз которгон мына жүрөгүм деген китепти. Андыктан мен атайын ушул китепти колго кармап турганым бир саап, бир куплетин 4 саап окугум келип турат. Абай ыры, Махамбет дастанаңыз, колго тийсе жылынып жазданамыз. Жазуучулар калемге сергек болгун, уус темден озансын жаш балабыз деп кандай керемет саптарды жазып кеткен экен. Кутман таңыңыздар менен. Кайырлы таң. Студиябызга куш келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү мынакей ачылышка даярдыктар. Бүгүнкү ачылышка даярдыктар абдан жакшы. Буюрса Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы академияда китептин беташары болгонун таат. Муну уюштургандар биздин жазуучулар союзу, Казакстан жазуучулар союзу кошулуп атат, Түрксой кошулуп атат. Ошол эле учурда өкүлчүлүктөр колдоп, СМИ колдоп, пресса дегендей. Буюрса баары жакшы. Жакшы, ушул Маржан айымга суроо бергим келип турат. Негизинен китепти барактап отурганда абдан өткөн тарых боюнча дагы айрыкча казак эли менен кыргыз элинин достугу байыртадан бир тууган эл экенибиз маалым. Сизде ушул мунагы аек деген айтылып атат да, өзгөчө ушудан баштап кетсек. Сизде аек десе көбүрөөк тааныйбы же тескерисинчеби деген суроо туулат да. Рахмет көп-көп. Башыңызга кайырлы таң. Бүгүн эфирлериңизге конак кылып чакыргандарыңызга шын жүрөктөн алгысымды айтам. Бул сиздердин эфирлериңизде бул китаптын жаңа китаптын аркасында жүздөсүп отурмуз. Мен энди көп адамдар аек деген сөздү түшүнбөй жатады. Бул аек деген сөз менин псевдонимим. Әр акында, жазуучуда, өнер адамында тарихтан билемиз, псевдонимдер болгон. Енді бул аек деген сөздүн мағынасы Бейбарыс Султан деген үлкен билүүчү Египетте. Ол жайык боюнан кеткен. Бала экен кулдукка сатылып кеткен. Ол жайык боюнда тууганмын мен өзүм. Сол кісінің мамасының аты Аек екен. Бұл енді есімді иеленгеніме біраз көп уақыт болды енді. Ең алғаш рет мен анау Қазақстан жазуучулар союзунун мүчөлүккө өткен кезде, член билетін алған кезде, оның жерде турат, псевдоним деген сөз турат. Сон жастық па білмеймін, мен бірде Қазақстанның премьер-министр болған, өнердің жанашыры, мәдениет қоғам қайраткері Иманғали Тасмағамбетов. Аға ол кісі де Атыраудан шыққан кісі. Мен қабылдауында болғанмын. Сол кезде қолымда жаңа билетім бар. Бұл 2001 жыл болатын. Мен енді псевдоним деген сөзге ойлап жүрдім, қандай қоям деп сол кезде. Сосын қандай енді ондай үлкен кісілер енді сұрайды ғой енді. Қандай көмек керек деп. Сол кезде
мен айттым, мен мына жерде мен билетке жаңағы мүшелікке қабылдандым деген сөзімді қалай жеткізерімді білмей, оны көрсетуім керек қой. Мен мына көрсетіп билетімді, мына жерде псевдоним жоқ, маған псевдоним қойып беріңізші дедім. Содан ол кісі Аек деп айтты. Содан мен енді білмедім Аек деген сөзді, сіздер сияқты білмедім. Сосын ол қандай мағына береді дегенімде, ол Аек сондай, Бейбарыс Сұлтанның шешесінің аты, Бейбарыс Сұлтан білесің, енді Бейбарыс сияқты сенің өлеңдеріңде мықты болсын, күшті болсын деген, сондай ырымдап қойған болатын. Мен содан 2004 жылы Шырақ деген кітап шығардым. Сонда Аек деген псевдониммен шығардым. Енді бұл атты бір жағынан ойладым, себебі қазір ақын көп қой. Ақын көп, өлең көп, кітаптарда көп шығып отырған. Сосын бұрынғыда халықты кітап оқымайды, өлең оқымайды. Сол жерде ерекшелену үшін жасадым бұны. Бірақ бұл Аек деп шығарған кезде не болды, сенсация болды деп айтсақ болады. Сосын көп адам қабылдай алмайды, қабылдаған жоқ. Бірақ дегенмен де уақыт өте келе жақсы болды деп ойлаймын. Сосын одан кейін мен Пырақ деген кітап шығардым. Одан кейін Аламан деген кітабым шықты. Сонымен енді қазірдің өзінде 10 шақты кітабым бар. Сол енді Маржанмен қосақтасып, Ершумен Аек бірге жүреді. Маржанмен Аек қоша жүреткен. Бірге жүреді. Енді мына бұның кітаптың ерекшелігі, бұдан кейін шыққан кітаптарында Маржан Ершу болып, Аек ішкі жағында тұратын. Енді мына мен қуанып кеттім, мынаны көргенде маған ерекше әсер етті. Мұнда Аек деп бірінші мұқабаға шығып отыр, Маржан Аекпен бірге. Бұл жаңалық деп айтар едім. Инсан. Алтынай эже, чындыгында бул китепти биринчи көргөндө баягы сырткы жазалгасынан дагы мына жаздын келиши менен аябай жазды күтүп калат эмеспизби айымдар. Баягы көңүлдү дагы көтөрүп азгырат экен жазалышы менен эле. Жүрөктөр дүкүлдөп. Деп баягы көз кубанат экен да, эң алгач көз көрүп кубанат экен. Анан айтсаңыз, бул сиз котормоңузда биз бүгүн буюрса бул ич китеп менен таанышабыз, жакында өз окурмандарынан табат деген бир ишенимде олтурам. Анан кандайча байланышып, кандайча таанышып, канча жылдан бери кызматташып, анан бул чыгармаларды которуу эмнеси менен арбады сизди? Мен азыр жөнөкөй деген сөзгө кайрыла кетейин. Жөнөкөй деген Алтынай Темирова жөнөкөй эмес. Жөнөкөйдүн ичинде көп нерсе камтылып турат. Мен да жазуучулар союзуна 91-жылдан бери мүчөмүн. Кинематографисттер союзуна мүчөмүн, Пен клубка мүчөмүн. Евразия эл аралык жазуучулар союзуна мүчөмүн. Бул Москвада, Борбор, Парижде. Бул Европа менен байланыштуу. Маржан мүчө болгон Евразия жазуучулар союзу бул Түркия менен байланыштуу да. Анан кийин мен да бир топ китептерим чыккан, драмаларым коюлган, фильм тартылган дегендей. Маржан менен ошо акын катары быйыл Ошто биздин Ош Түрк борбору деп аталды го. Ошол жерде таанышып калдык. Ал жака бүт делегация барган эле бизден дагы, анан ар кайсы өлкөлөрдөн. Ошондо биз таанышып, анан бири-бирибиздин чыгармачылыгыбызга кызыгып дегендей, анан кызматташта бололу, бири-бирибизди которолу деп ошондон пайда болду да. Анан бул Казакстанга баргандан кийин мага өзүнүн ырларын жиберди. Ошентип жайында которулуп калды, жайы менен. Күзүндө жазуучулар союзу колго алып чыгарып берди. Азыр мына эми бет ачары болуп атат. Буюрса бүгүн жакшы өтөт деп ойлойм. Булар жыйнактарынан терилип которулду да, тандалбы? Кандай? Ооба. Бул өзү тандап жиберди. Кайсыларды которуш керек. Мен ошол боюнча. Канча нуска менен чыкты азырынча? Нускасы көп эле, улам басылып атат, улам түгөнгөндө улам басылып атат. Ошон үчүн мындай так санды айтууга мүмкүн эмес азырынча. Жакшы, эми баягы акын келсе ыр окутушубуз керек. Эми алгач мына ушул коногубузга бербейлү, Маржан Ершуга. Енді Алтынай айтып кетті, Ошта кездестік, сосын Оштан бері қарай келе жатқан кезде мен бір уақытым болды Бишкекті аялдайтын. Соның Қырғызстан Союзының төрағасы, Нұрлан Қалбековті жақсы танитын едім. Сол кісінің ұйымдастыруымен шағында одақта кездесу болған ақындарменен Қырғыздың. Содан енді өлең оқыдық.
сол көбінесе мен таңғалдырғаны жас ақындар, қырғыздың ақындары менен махаббат туралы өлеңдер сұрады, сезім туралы өлеңдер сұрады. Бірақ мен көбінесе поэма жазатын едім да. Кішкене енді сол моменттерде есіңе түспей қалатындай болады. Бірақ есіме түскен өлеңдерді оқыдым. Сол кезде Нұрлан айтқан, енді мына көріп тұрсың, елде сұраныс бар екен. Енді сен кітап өлеңдерін аударамыз, кітабын шығарамыз, бірақ бір шарт бар деді. Сен бұл өлеңде тек сезім туралы, махаббат туралы ғана бересің деп. Содан мен кеткеннен кейін ойланып, қорықтым негізінде. Себебі менің махаббат туралы жырларым мынандай бір кітапқа сыймайды. Жаңағы сіз оқып отырсыз, ол поэмамнан бір бөлігі. Бауыржан Момышұлы туралы, батыр. Содан мен састым. Бұл айтылып қан сөз қалады деп ойладым орнында. Сосын ол айтты, коллективті түрде аударуға береміз деп ақындарға. Онда ойладым, одан да қорықтым. Себебі ақынды аудару, жалпы аударма жасау өте қиын іс. Оны түсіну керек, болмысын түсіну керек, табиғатын түсіну керек. Сосын оған шеберлік керек. Бұл қалай болады екен деп сөйтіп жүрген кезде Алтынай мен аударайын деп хабарласты. Содан енді мен ойладым, мен мына кісіні бірінші рет аударылып отырған, кітап болып шығып отырғаны, мен өзім аударып жүрсем де басқа тілдерден, бірақ мен аудармаға мән бермеген екенмін деп ойладым. Содан енді мынау компьютерда теріліп тұрған өлеңдер болады ғой. Солардың қол көзіме түскенін алып, Алтынайды да аяп, шаршатып алмайыншы деп. Сөйтіп жібердім. Сөйтсем мен күткен жоқпын. Бір күні Алтынаймен хабарласып, мен аударып жібердім деді маған почтамен. Өзім сонда таңғалып қалдым. Мен бұл кісінің ұлылығына сонда таңғалып басын бидім. Сондай керемет аударма болған. Соған риза болдым. Сода мен Алтынайды аударатын болдым. Бірақ Алтынайға әлі шамам келмей жатыр. Шын керек. Не болашақта аударам. Алтынайға айтып тұрсыз. Жөнөкөй сыртына қарағанда жөнөкөй көрінгенімен Алтынайға аябай эмгекчил. Біз аябай мен дағы көріп қалғам ішіне тақ. Анан Алтынайға бір құмырсқаға салыштырам да, құмырсқада эмгекчил, бағы ишин өз уағында бүтірбесе жаны тынчыбаған адамдардай сеземін. Өте жылдам оперативно жасайды екен жұмысты деген. Келіңіз анда, ошол сізге көңіліңізге, құпылыңызға толған жақсы бір шығармаңыздан оқып беріңіз ем бізге. Мынау көктем айы кеп жатыр. Көктем айы өзі өте бір жақсы мезгіл. Табиғатта өзгерістер болады. Адамдар, әсіресе біздер, әйел заты, қыздар жақсы көреміз көктемді. Көктеммен бірге қыздар да гүлдей жайнап жүреді, гүлде қара жер құлпырып гүл шығады деген сияқты. Сол кезде енді көңіл күйлер болады адамда. Бір сағыныш сияқты, бір қуаныш сияқты сезім болады. Ол кезде ауа, дала жақсы жадырап тұрады табиғат. Сонда барлығымызда көбінесе барлық адамда бір адамды іздейді, сағынады. Сол кезде шыққан бір өлең бар, соны оқып берейін. Көктем кезінде көшеде жүре бергің келеді ғой, күн жылылық, ана қыстан шыққаннан кейін. Сол кезде сондай уақытта туған бір өлеңім бар, соны оқып берейін. Көп ішінде қалың ойда көңілім, көше кездім, тек өзіңді ойладым, арманыммен қауышпастай өмірім, жұттым үнсіз сезімімнің қаймағын, келдің жаным, көңіліңнен сыр арнай, маған жазған тәңірімнің сыйы боп, жүрегімде өз кеудеме сыя алмай, тілсіз мұңсыз сүйіп ет, ай дөңгелеп келе жатыр тұнық күн, дидарыңнан нұр тарайтын секілді, жанарыңның жарқылынан сұр ұқтым, тостым сосын ақ самалға бетімді, қызық еді сол жымиған сәттерің, үмітімді үкіледің үсірмей, сол бір шағым, мөлдір шағым тәттеді, таң ғажайып түсімдей. Баракелді, бар болдыңыз. Алтынайжы, Алтынайжыдан оғанда. Ушулардын эле кыргызчасын окуп берейин. Көңүлүм көчө кезип, көчүндө ойго чөмүп, мен өзүңдү ойлодум, кыялым кошпостой өмүрүмө, жойдум үнсүз сезимимдин ойногун. Келдиң жаным, көңүлүңдөн куарнай, мага жазган теңиримдин сый окшоп, жүрөгүмдө көөдөнүмө сыя албай, тилсиз муңсуз сүйүп турабы токтоп. Ай тоголуп келе жатат туптунук, дидарыңан нур тараткан шекилди, жанарыңдын жаркышынан сыр туюп,
тосту манан ак шамалга бетимде эң бир кызык жылмайыңкы жүзүң бу, үмүтүмдү үлпөттөдү түшүрбөй, ошол кезим мөлтүр чагым эң таттуу, бир ажайып түшүмдөй. Баракелде бар болосуз. Алтын эже негизинен айтып кетпеди, которуу кыйын депчи. Эми бир адамдын жүрөгүнөн чыккан ырды бир адамдын жүрөгү аркылуу өткөрүп которуш дагы кыйын да. Анан сизге кандай болду ушул эркин которуу? Жеңил болду, оор болду деген? Мен негизи котормо менен көптөн бери алектенип келем. Котормолорум көп. Андыктан мага менде тажрыйба мол дегендей. Анын үстүнө казак тили бизге өтө жакын. Мен өзүм казакчаны да жакшы билем, өзбекчени, казакча. Негизи түрк тилдери бири-бирине окшош, жакын болгон үчүн мен бир топ тилдерди мындай жакшы түшүнөм. Биринчиден мен Нуржандын дүйнөсүн, жан дүйнөсүн дароо сездим. Анан кийин ошол эле учурда мен анын стилин, формасын, табиятын сактап калууга аракет кылдым. Ошондуктан бул котормо казакчага оригиналына абдан жакын, шайкеш. Шайкеште. Соган кубандым. Ошол себептен бул авторго да аябай жакты. Эң негизгиси ушул бири-бирин түшүнүп, баягы кабыл алууда турат эмеспи? Эң сонун баягы биз дагы кубанып турабыз. Айтсаңыз, негизи эле аялдардын ушул чыгармачылыктагы жумушу, үй бүлө көп эле түйшүктүү келет деп айтып келишет. Сиз дагы өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз? Мен Нур-Султан каласында турамын. Улуттук академия китапканада жумуш жасаймын. Менин акем Аманкос Ершов деген киши. Ол киши казактын белгилүү акыны болгон. Былтыр осы жаз айында дүниеден қайтты. Шешем, мамам математик, екеуі де мұғалім кісілер. Сондай семьядан шыққанмын. Менің әдебиетке келуіме, өлеңді жақсы көріп сүюіме, менің ары қарай дамуыма ең алғаш рет сол семьядағы тәрбие, әкем тәрбиесі әсер етті. Және де маған бұл бір жағынан өте оңай болды, екінші жағынан өте қиын болды. Себебі сен папаң танымал болғаннан кейін саған да өте жауапкершілік көп болады, сын көп болады екен. Сондай жағдайларды бастан кештім, бірақ бұл мені өмір күрес дейді ғой. Өзіңді жеңіп шығу үшін, өзіңді көрсету үшін, өзіңді менмін деп мойындату үшін де адамға көп күш-жігер де керек, білім де керек, ақыл да керек, талант да керек. Сол жолда енді қазақтың, қырғыздың қолына қалам ұстаған қыздар сияқты мен өзім аман-есен келе жатқаныма қуанам. Енді жаңа айтып кеттім, біршама кітаптарым бар деп. Менің ең жақсы көріп жасайтын ісім, тірлігім бұл творчество. Мен творчествосыз өзімді елестете алмаймын, бос. Сондықтан да мына осындайда уақыт енді жеке бас дегенге келеді ғой. Түрктің әйгілі сатиригі бар, Әзиз Несин деген. Содан сұрапты, ол 80 жастан асып біраз қайтыс болған кісі ғой, 80 жастан кітап жарық көрген, өте танымал сатирик жазушы. Сол кісіден сұрапты, бір сұхбатында айтады, маған көп сұрайды кісілер дейді, сіз деген жап-жассыз ғой деп айтады дейді маған. Таңғалады дейді, енді ол соған қарағанда жақсы сақталған адам болып тұрғаным. Сосын ол жауап береді екен, сатирик қой. Жұрттың бәрі маған жап-жассың ғой деп айтады. Мен деген жазудан қолым тимей қартайға уақыт таппай жүргенімді қайдамыз. Сол секілді, мынандай жазудан қолым тимей нағыл дейтін бір семья болуға мен қолым тимей жүрген уақыты бар сондай. Анткени поэзия көңүлдөрдү тазалап турат экен да. Ошондуктан дагы багы ушул жааттагы багы адамдарды көрүп мен дагы мындай кызыгып, суктанып, суу тартып келем мындайча айтканда. Жакшы сөздөрдү сүйлөсө, сөздөрүн уурдап алып келем, өзүм жазбасам дагы жыксын болот депчи. Ошондуктан сиздер жаш болуп атсаңыздар керек, картайбаңыздар. Биз сиздерден чыгарма күтөбүз. Биздин да көңүлдөр тазаланып турсун да.
Дагы сизге суроо бергим келип атат. Негизинен казак адабиятында казак дегенде эле биз Мухтар Ауезовду, Мукагали Макатаевди, Абай дагы абдан мыкты акындар көзүбүзгө тартылат да. Азыркы мезгилде казак адабияты кандай болуп атат? Қазіргі кезде қазақ әдебиеті жалпы әлемде әдебиетке ықылас, құрмет бұрынғыдай болмай бара жатыр. Себебі ол мынау цивилизация дамып бара жатыр. Цивилизация дамыған сайын, техника қарыштап дамыған сайын, адамдардың табиғи қалыптарынан ажырай бастайды екен, алыстай бастайды екен. Сол кезде мынаған тәуелді болып, біз мынадан жатсынамыз екенбіз. Ал бұл біздің жалпы қоғамда жер бетінде роботтануымызға алып келіп соғады. Ойламауымызға. Ал сол кезде адамның қатыгездік, мейірімсіздік, жауыздықтар пайда болады екен. Жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз. Ал адамдардың жүрегін емдейтін ол жыр, ол поэзия. Сондықтан ақындардың жүрегінде түскен күш бүгінде үлкен деп ойлаймын. Себебі кітапты жазу да қиын, шығаруың да қиын баспа арқылы. Одан кейін ол оқыла ма? Ол біреуге ұнайды ма? Ол жетеді ма деп тағы да ойлар болады. Ал осы тұрғыдан келгенде ақындар қазір көп. Сосын сыншылар аз. Осының себебі барлық ойлаймын, мен түркі елдеріне барып жүрмін, сонда ол процесс бізде де бар. Бірақ бірте-бірте жақсарып келе жатырмыз деп ойлаймын. Қазақ әдебиетінің қазіргі жағдайы, жақсы ақындар шығып келе жатыр, жақсы жазушылар, сосын мемлекеттің тарапынан да жақсы қолдау бар жазушылар одағына. Енді біз тек оқырманға ғана енді проблема болып қалатын сияқты. Себебі оқырманға үлкен талғам керек қой. Ондай екшеп отыратын бұрын сыншылар болды. Мынау жақсы кітап, рецензия жазылды, сосын дұрыс пікір айтылады, дұрыс. Ал қазіргі кезде жаңағыдай оқымай жатып пікір айтып жіберу болады ғой енді. Осы әдебиетті бұзады. Бірақ болашақта біз қолына қалам ұстаған барлық адамдар, біз үмітімізді болашақтан үзбейміз ғой. Жақсылық болса кейін дейміз. Сондықтан біз оқырмандардың жүрегіне жылу беру үшін, қуат беру үшін, олардың да жүрегі бар екен есіне салып тұру үшін біз жаза береміз жырларымызды. Тура айтасыз. Илгери бирөө айткан экен, мен окуган жокмун, бирок окуп алсам да өзүмдүн оюмду айтып коеюнчу депчи. Ансыгарында чындыгында сынчылар көп болуш керек, сынчылар азайып турган мезгил азыркы убакта. Эми бирок биз бул китеп өз окурмандарын табат деген бир ишенимдебиз. Буюрса баягы аты эле айтып турат жүрөгүм деп. Баягы жүрөк ошону кабыл окугандан кийин кабыл алып сезим болсо бир жүрөктө сөзсүз түрдө ар бир сөз таасир этет, окурманына жетет деген бир ишенимдебиз. Азыр келиңиздер дагы биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө жүрөктөн ырларды окуп жакшы чыгармадан дагы окуп бериңиз Алтын эже. Оригинал керек ооба. Оригиналынан баштайлы. Енді бір өлең оқып берейік. Көктем дедік қой енді. Көктемде күн жадырап тұрады, жақсы болады, но арасында жаңбыр болады. Айымдардың мүнөзү деп қояды менің кесіптешім. Айымдардың мүнөзі. Терезеден қарап тұрған кезде, бұл енді көктем емес, күздің табиғаты, күз суреті бұл жерде. Жел болып, сосын жапырақтар қурап түсе бастайды ғой. Сол кезде мен бір сондай әдемі көріністі көрдім да, сол жайында өлең. Терезеңнен қарадың ба көшеге, жаңбыр жауған бүгін және кешеде. Желмен ұшқан жапырақты көрдің бе, ақ жүрегін сұр асфальтқа төсеген. Жанарынан жасын емес, нұр мұң тамған, тұла бойы сағынышпен қымтанған. Желмен ұшқан жапырақты көрдің бе, қауырсындай қанатынан сыр тамған. Өкпек желге әлсіз басын иіп құр. Ұмсынғандай аңсай мекен биіктік. Желмен ұшқан жапырақты көрдің бе, тұла бойға бар мінезі сыйып тұр. Қабақ тіктеп айналаға қараған, кеудесінен бір үзік ән тараған. Желмен ұшқан жапырақты көрдің бе, тіршілік боп қалықтап тұр ауада. Баракелді. Алтын эже келиңиз анда. Терезеңен көз салдың бі көчөгө, жамгыр жууган кечээ дагы бүгүнкү
сур асфальтка жан таштаган көшөрө, жалбырақты желге учкан көрдүңбү? Ак жүзүнөн жаштык эмес мұң тамган, тула боюн сагынычка толтурган, жалбырақты желге учкан көрдүңбү? Бир тал канат сымал сырдуу ташталган, учкан желге алсыз башын ийип кур, бийиктикке умтулган сыйт умсуна, тула бойго бар мүнөзүн жийиптир, жалбырақты желге учкан көрдүңбү? Кабагыңа тиктеп айланагада, көдөнүнөн бир үзүм ыр тарата, жалбырақты желге учкан көрдүңбү? Жашоо болуп жанып тур абада. Баракелде бар болуңуздар. Эми баягы убакыт деген учкан куш деп мынакей зымырап отуруп эле убактыбыз дагы соңуна келип калды. Сиздерге эркин микрофон берелик, кыскача телекөрөрмандарга айтып кетсеңиздер. Бүгүнкү кечеге барыңыздар, келиңиздер. Кече абдан кызыктуу болот. Андан тышкары адресин Разакова 8-1 Бөкөнбаев көчөсүнөн бир аз үйдө өткөндө бул кечеге биздин китепти окуп, өзүнүн сын пикирлерин айта турган эки адабиятчы Кыргызстандан, Казакстандан эки адабиятчы келди. Алар дагы абдан жакшы өздөрүнүн ой пикирлерин айтышат. Ырчылар бар, жаш калемдер бар, катыша турган студенттер бар, биздин чоң акын жазуучулар бар, эл жазуучулары, эмгек сиңирген жазуучулар, жана башка сыйлыктардын ээлери көрүнүктүү аты чыккан. Андыктан бүгүнкү кеченин көркү ошолор болот деп ойлойм. Бардык кызыккан угармандарга эшигибиз ачык, келе бериңиздер. Бүгүн сиз толкунданууга даяр турасыз, ар тараптуу пикирлерге дагы даяр турасыз. Эми андай кадыр бартты кантип көтөрөр экенсиз? Эми бул биринчи эмес, андыктан биз үчүн көнүмүш. Быйыл буюрса мен да бир топ котормолорум чыгып атат. Биз жаңы жылдын астында эле Маржан экөөбүз Түркиядан чыккан котормонун презентациясына катышып келдик. Бул казакчага, мен кыргызчага которгом. Ноғайдың ақыны, өмірден кетіп қалған ерте, өте талантты ақын Кадрия Темірболатова. Аны Түрксой чыгарды. Антология шықты, 12 тілде аударылды. Енді барлық аудармадан сол Кадрияның өлеңін көп аударған Алтынай екен. Енді Алтынайдың сол кітабын күтіп отырмыз, шығады. Ошол себептен быйыл кыргыз тилинде дагы өзүнчө да чыккан да. Жакшы жаңылыктар алды да деңиз. Келиңиз, сиздин жакшы тилектериңиз тугалы, эли журтубуздагы калоо тилегиңиз угуп калсын. Енді эфирге шақырғандарыңызға рахмет. Қырғыз жұртшылығымен таныстырып, дидарласып көрістіргеніңізге рахмет айтамыз. Жаңа Алтынай эже айтып кетті. Манас және Шыңғыс Айтматов ұлттық академиясында сағат 3-те басталады. Жайықтың жыр маржаны деген кітап фотокөрме болады. Ол көрме өзімнің туған жерімнің әкімдіктің ұйымдастыруымен ұйымдастырылып отыр. Ол жерде менің шыққан барлық кітаптарым қойылады. Мен туралы деректі білем, көрем, таним дейтін кісілер болса, сол көрмеден мен туралы көп мағлұмат алады деп ойлаймын. Сондай-ақ Атыраудың өнерпаздары, сосын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Сәуле Жампиисова қатысады, домбырашы. Сондай-ақ сіздердің Қырғызстанның халық артисі, Қазақстан еңбек сіңірген артисі, атақты апамыз Саламат Садықова келеміз деп отыр. Мен ол кісілерді жақсы көретін кісілерім. Өзім қырғыздың әндерін жақсы көріп тыңдаймын, ютубтан тыңдаймын. Маған өзіме күшті әсер еткен әндер осы Жаңбыр төкті деген әнді ұнататынмын, Саламаттың орындауында. Сосын Алтынай Нарбаеваның Қатшашы маған деген әні маған қатты сондай ұнайтын. Жалпы ана Таң сыры деген ән, Алатау деген әндердің біз бана бір әдемі ритмдар бар, әдемі әндер. Сүйіп бұға ұстайды. Тыңдаймыз. Жалпы мен емес, қазақ халқы жақсы көреді. Өзіміз жыр мен ән егіз ғой, қатар жүру керек. Сондықтан жырды да оқиық, сөзді де сөйленсін. Домбырашы күйші жігіт келді. Бұл жерде мен жайық деген сөзге біраз түсінік бере кетейін. Біз
жайык деген сөздү баягы кыз жээктен билебиз. Кыз жээкте жайык жөнүндө бар. Бул кыз да ошол жактан экен. Кыз жээктин сиңдиси экен. болсун барболуңуздар дагы толугураак маалыматты иш чарага барып Иә. жан дүйнөгө азык алып келет окшойбуз деп олтурам. Келиңиздер, сиздерди да чакырабыз. Ооба, буюрса ошол иш чарадан кезигели, сиздерге ыраазычылык билдирели. Биздин убактыбыз багы чектелүү болгондуктан режиссерубуз кулагыбызга кабар берип атат. Дагы жолугушчу жолдор бар деп айтылат эмеспи? Дагы Рахмат жолугабыз. силерге Буюрса, дагы. урматтуу Сиздерге телекөрүүчүлөр. ыраазычылыкты билдиребиз. Урматтуу телекөрөрмандар, көөдөндү эргитип, көңүлдү сергитип, жүрөктү толкута турган мондай китептин ачылышына келиңиздер, барыңыздар. Көктөмдө, жазда бір көңүл толкутуп кетиңиздер. Ал эми биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.